Желіде өте жақсы жаңалық тарады, тезірек көріңіздер. Бұл жаңалық үшін видео мазасына бір емес мыңдаған лайк бассаңыздар дейді. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтардың ең біріншілерінен болып біліңіз, арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. 2024 жылы зейнетақы жәрдемақы қанша теңгеге өседі? Зейнетақы төлемдерінің инфляцияның болжамды деңгейіне сәйкес арттыру көзделген. 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік жәрдемақылар мен базалық зейнетақы төлемдерінің барлық түрі ұлттық банк айқындайтын инфляцияның болжам деңгейінде сәйкес 7%-ға көтеріледі. Ал ынтымақты зейнетақы 9%-ға өседі. Зейнетақы 2024 жылы бюджеттен төленетін жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 130.414 теңгені құрайды. Биыл оның мөлшері 120.838 теңге болды. 2023 жылдан бастап 5 жыл ішінде ең төменгі базалық зейнетақы күнкөріс деңгейінің 70%-на дейін, ең жоғары 120%-на дейін жыл сайын кезең-кезеңмен арттыру көзделген. Мәселен, 2024 жылы 1 қаңтардан бастап базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 60%-дан 65%-на дейін ұлғайтылды. Бұл 28.215 теңгені құрайды. Ал ең жоғары мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 100-ден 105 теңгеге дейін арттыру және 45.578 теңгеге жетеді. Жәрдемақы 2024 жылы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік жәрдемақылардың мөлшері де ұлғаяды. 1-2-3 бала туғанда берілетін жәрдемақы 131.100 теңгеден 140.296 теңгеге дейін. 4 және де одан да көп бала туғандарға берілетін жәрдемақы 217.350 теңгеден 232.596 теңгеге дейін өседі. Бала санына байланысты көп балалы отбасыларға берілетін жәрдемақы төп баласы бар отбасылар 55.304 теңгеден 59.183 теңгеге дейін. 10 баласы бар отбасылар үшін 138.000 теңгеден 147.680 теңгеге дейін ұлғаяды. Мүгедектігі бар адамдарға қолданылатын жәрдемақы бірінші топ 89.248 теңгеден 95.496 теңгеге дейін. Екінші топ 71.398 теңгеден 76.397 теңгеге дейін. Үшінші топ 48.681 теңгеден 52.089 теңгеге дейін өседі. Видеомыз кеңінен таралу үшін және де қажетті жерлерге жету үшін видеомызға лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Жәрдемақы және де зейнетақы көтерілуін қалайсыз ба? Ендеше видеомыз астына лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Кәне көрейік, қанша адам лайк басады екен.